Уақытша ұстау уақытысында түрмелердегі адам құқықтарының сақталуы туралы жиын өтті. Мекеме қызметкерлердің айтуынша, бұл сынды жиын қамаудағы адамдардың құқықтарының шектелмеуі төңірегінде маңызы зор. Өйткені қамаудағы адамдар арасында құқықтық сұрақтар көп болатынын айтады. Национальный примитивный механизм, он как раз создан с целью. Бізде ұлттық примитивті механизм зорлық-зомбылық фактілерін анықтау үшін құрылған болатын. Бұл ретте түзету мекемелері ғана емес, психологиялық, наркологиялық ем орындарындағы зорлық-зомбылықты жатқызуға болады. Сергей Климович 164-1 түзету мекемесінде қамауда отырған азамат. Оның сөзінше, бұл сынды прокуратура органдары мен жергілікті билік мамандарымен кездесу қажет дейді. Себебі қамаудағы адамдардың барлығы бірдей түзету мекемесінің қабырғасында құқықтарын біле бермейді. Сондықтан осы сынды сұрақтарды қоюға мүмкіндік алды. Біздегі жағдай көңілден шығады. Киім-кешек, тамақтарымыз бар. Сотталған адамдардың құқықтары сақталған деп ойлаймын. Прокуратура өкілдерінің сөзінше, қазіргі күні бұл бағыттағы мәселелерге үлкен ден қойылған. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, осыдан бірнеше жыл бұрын сотталған азаматтардан түзету мекемелеріндегі ас мәзірі, тәртібі сынды мәселелері бойынша шағымдар көп болатын дейді. Ближе к тем годам, 2010 годам, 2012 жылдары киім-кешек мәселелері болды. Сол кезде біз сол проблеманы шешуге тырыстық. Сонымен бірге Руслан Мамбетовтің айтуынша, бұлардың соңы сотталушылардың бүлік шығаруына әкелген жағдайлар да болған. Сол себепті барлығын құқықтық жолмен шешкен дұрыс дейді. Өйткені олар ішкі тәртіпті бұзғандықтан заң бойынша бәрібір де жазаға тартылатындарын ұмытпаған жөн.